Сәлем оқырман. Кеше болса Зухра мен Бексұлтан қосылғанын айтты. Екеуі бір посттан шығарып және де Зухра жылап сториске шыққан болатын. Өзі бірінші болып қателігін түсініп Бексұлтанға бірінші қадам жасады. Біз екеуміз жақсы сөйлестік, кешірімімді сұрадым. Бексұлтан мені кешірді. Екеумізде ол оңайға шыққан жоқ. Ал мен кеше түнде кездесіп, мамамнан, күйеуімнен кешірім сұрадым. Деп жылап қойды Зухра. Бексұлтан болса өз Инстаграм постында: "Біз біргеміз. Махаббат жеңді. Иә, арамыздағы соңғы жағдайларға қарамай. Біз Зухра екеуміз бірге боламыз деп шештік. Екеуміз екі жақта жүріп көп нәрсені түсіндік. Зухра ең бастысы өз қатесін түсініп, шынайылықпен кешірім сұрады. Мен кешірдім, себебі Алланың өзі қанша пенденің сансыз күнәсін кешіріп жатқанда мен кешірмейтіндей кіммін? Бәріміз қателесеміз. Болған жағдайды жақсы көретін жұптарыңыздың еркелік деп біліңдер. Ендігі өмірімізді тату-тәтті отбасы болып өмір сүргім келеді. Біздің бақытты сәттерімізге ғана куә болыңыздаршы. Қалғанын өзара шешіп аламыз. Мейлі сөксеңіздер де, мейлі қарғап отырсаңыз да. Біз қабылдаған шешім осы." деген болатын. Және де Зухраның постын оқып көрейін. Бәрі үшін бәрінен кешірім сұраймын. Өзімнің сүйетін адамымды ашу кезінде сонша жерге қаратқаныма қатты ұялып отырмын. Мен үшін бұл үлкен сабақ болды. Мейлі жамандаңыздар, ұрысып та көріңіздер. Сіздерге айтатыным, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Иә, қатты ашумен көп нәрсе артық болды. Мен үшін бәрін қолынан келгенін жасап жүрген күйеуімді бәрін алдында масқара қылдым. Бұның бәрі тек ашу, ызамен болды. Ең жаман қасиетім ол менің сабырсыздығым және де қатты ащы тілім. Бексұлтан үйге де көмектесті. Баламның оқуында төлеп, асырап жүрген күйеуімді мен қалай қастандық жасағаныма өкіндім. Бірақ айтқан сөздерімді қайтара алмаймын. Мен бәрін кеш түсіндім. Өзімнің жолдасымды қатты жақсы көрем. Сіздерден тек бір сұрарым бар, ол жай ғана бізді сөкпеңіздерші. Маған түсіністікпен қарағаныңызды сұраймын бәрінен. Ешкімнің осындай жағдай басына бермесін. Мен бірақ отбасым үшін, отбасымды сақтап қалу үшін осындай мәмлеге келдім. Мен осыдан үлкен сабақ алдым. Кім не ойласа да маған бәрібір, бұл менің өмірім. Бұл жағдай болу керек болды. Мен ендеше бар қадірін түсіндім. Енді тек тыныш ғана бақытты өмір сүргім келеді, деді Зухра. Қалай ойлайсыздар, осындай опасыздықтан кейін қосылуға болады екен? Екеуі бір-бірін шынымен де сүйетін секілді. Бір-бірінің беттерін ашып, бір-бірін ұятқа қалдырып, сонда да бірге қайта қосылды.